Қайырлы күн достар, осындай қаймақты соус дайындап көріңіздер. Өте дәмді әрі жылдам уақытта дайын болады. Ең алдымен қызып тұрған табамызға сары майымызды саламыз. Мен алдымен тауқым төс еті мен пиязды турап дайындап алдым. Майымыз қызғаннан кейін тауқым төс етін салып қуырып аламыз. Ірілі қылып тураймыз тауқым төс етін. Суы тартылғаннан кейін пиязымызды салып қуырып аламыз. Тұз бұрышымызды, чесногымызды салып қуырып аламыз. Сөлі тартылам дегенше өзінің арнайы қаймақты соусын дайындаймыз. Қаймағымызға суымызды құйып араластырып, бір ас қасық ұнымызды салып араластырамыз. Жаңағы қаймақты соусымызды құямыз. Бір қайнағаннан кейін астын өте баяу отта қақпағын жартылай ғана жауып 20 минуттай пісіріп аламыз. Мен гарнирге макарон қолдандым. Қараңыздар, соусы крем сияқты қоюланып, өте дәмді әрі нәзік болады. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар және де жақын достарыңызбен бөлісіңіздер. Ас болсын.